алды шақыртуда осындай жағдай орын алған болатын. Кішкентай балаға мамасы ингаляция жасап отыр. Немен? Боржомимен. Бірден айтып түсіндірдік, бұл дұрыс емес. Не себепті? Біріншіден, боржоми ол ішуге арналған минералды су. Бірақ ол стерилді емес. Қалай стерилді емес? Оны медициналық мақсатта ингаляция жасауға, көк тамырға енгізуге болмайды. Ол керісінше адам жағдайын асқындырып жібереді. Мысалға, натрий хлоридін алайық. Стерилді раствор. Не себепті? Қаншама тазалық этаптарынан өтіп, дәлелденіп, адамға медициналық мақсатта қолданса болатындығын көрсеткен. Екіншіден, боржомидің құрамында минерал тұздар өте көп. Ингаляция жасаған кезде ол тұздар не істейді? Өкпенің шырышты қабатына жиналады. Жалпы баланың жағдайын ары қарай асқындырады. Сол үшін де сіз ингаляция жасағыңыз келе ме? Дәрігерге қаралып, өзінің көрсеткішімен, өзіне арналған препараттармен жасаған дұрыс. Басқа да майлы ерітінділермен жасап жатады біреулер. Ол бір күн болмасын бір күн аллергиялық реакция беретін болса, адамның жағдайы хуже болады, тіпті өліммен аяқталуы мүмкін. Себебі соңғы уақытта аллергиялық реакциялар өте көп орын алып жатыр.